Бүгін өріктен тосап жасаймыз. Ішіндегі дәнін тазалап, ыдысқа саламыз. Көлеміне байланысты қант қосамыз. Негізі тәтті сорт болмаса 1 кг өрікке 1 кг қант кетеді. Менде тәтті сорт болғандықтан қантын аз салдым. Қант салғаннан кейін салқын жерде су шыққанша бір күн қоямыз. Қанты әбден еріп, су шыққан соң қайнатамыз. Тосапты өте қатты немесе өте көп қайнатуға болмайды. Бетіндегі көбігін алып, әбден көбігі кеткенше ақырын отта 20 минуттай қайнатамыз. Банкаларды жақсылап жуып, стерилдеп аламыз. Дайын тосабымызды таза банкілерге салып, бетін мықтап жауып, ағып кетпес үшін бірінші тексеріп осылай көреміз. Сосын төңкеріп, жылы жерге жауып қойыңыз. Осымен аз болса да тосабымыз дайын. Сіздермен болған Марияш. Егер сұрақтарыңыз болса, пікірге қалдырыңыз.